Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиет сабағы басталды. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Мұхтар Әуезов «Көксерек» повесі. Оқу мақсаты көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, шығарма үзінділерімен жұмыс, көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Шыққан руы Қожа. Мұхтардың атасы Әуез ескіше сауаты бар, араб, парсы, орта-азиялық түркі әдебиетімен таныс болған. Мұхтар бала кезінде атасының үйретуімен арабша хат таниды. Мұхтардың әкесі Омархан да атасы Әуез де Абай ауылымен іргелесіп отыратын. Құдалы, дос-жар адамдар еді. 1908 жылы Семейдегі Камалиддин Хазірет медресесінде оқып, одан кейін орыс мектебінің дайындық курсына ауысады. 1910 жылы Семей қалалық 5 кластық орыс қазына училищесіне оқуға түсіп, соңғы класында оқып жүргенде «Дауыл» атты алғашқы шығармасын жазады. Училищені 1915 жылы аяқтап, Семей қалалық мұғалімдер семинариясына түседі. Семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының «Жолсыз жаза» дастанының негізінде «Еңлік кебек» пьесасын жазып, оны 1917 жылы Ойқұдық жайлауында сахнаға шығарады. Кейін 1919 жылы семинарияға оқуға түсіп, оны сол жылы тәмамдап, қоғамдық саяси жұмысқа белсене араласады. Сонымен қоса 1922 жылы күзде Ташкенттегі Орта Азия университетіне оқуға түсіп, Шолпан және Сана журналдарында жұмысқа орналасады. Мұхтар Әуезовтің қыр суреттері, қыр әңгімелері, үйлену, оқыған азамат, кім кінәлі, заман еркесі әңгімелері осы басылымдарда жарық көреді. Бірінші тапсырма: Мұхтар Әуезов қандай жазушы деген тақырыпта шағын зерттеу жүргізіңіз. Автордың өміріне қатысты тың мәліметтер жазуға тырысыңыз. Екінші тапсырма: «Көксерек» повесі туралы жазылған интернет беттеріндегі ақпараттарды оқи отырып, шығарманың мазмұны мен пішінін анықтаңыздар.